Я всегда не удовлетворена собой. Мое отражение в моем зеркале мне не нравится. Достарым ұнамайды маған. Жігіт керек маған, новый. Анау айтты, мынау айтты, подружкам айтты. Мен айтып жатырмын саған. Вопрос не в тебе. Жақсы подружкаң ол жақсы психолог емес, жаным. Ол иллюзия. Вам кажется, что все вокруг уверены в себе. Я прекрасная, я умная деп па, мен ең сұлу деген. Я чемпионка Казахстана по хейту. Оценканы, бағаны сіз өзіңізге беруіңіз керек та. Біздің қоғамда көбінесе біз сырттан іздейміз бағаны барлық. Вы все классные, Да. все красивые. Что айтам? Чего вы паритесь? Қалай көрсіздер? Соны айтам, андай ғой. Кеш жарық. Екінші маусым бізде. Екінші маусым 20-25. Андай бәрі айтады ғой, егерде 20-26 бола ма деп жалты. Жоқ, қалады сол күйі. Иә, сол қалпы қалады. 2030-да да 20-25 деп түсіре береміз. 10 шықсақ, иә? Прикинь. Біз бүгін самооценка тақырыбын талқылаймыз. Дамкрадың. Ютубтың көрермендері осы жерден сразу подписаться басып қоямыз, колокольчик тоже басып қоямыз. Подписывайтесь YouTube каналға жазылыңыздар. Онсыз да бесплатно көріп, бытчытымыз шығарып атасыңдар ғой, хотя бы андай бір подпискамен көрсеңдерші. Самооценка тақырыбы. Сұрақтарың бар ма? Білдіңдер ғой самооценкаға кетқандарында? Кімде проблема самооценкамен? Сразу сұрақтан бастайықшы атасыңдар. Давайте. Бар сұрақ, давай. Самооценкамен проблема жоқ, молодец. Бұл кісі просто туа өзінің самооценкасымен паспортына жазып берген, да? Мен 30-дан кейін домкратпен көтерген болды. Қазір түсіндіреміз неге олай болған. Сейчас объясню. Аха, кеттік. Сәлеметсіздер ме? Орысшада айта берсем болады, иә? Болады, яқылы. Ағылшынша айтады. Осы күзде басталды, кішкене тревожный болып бастадым. Андай, мен негізінде критикаға өте әлсізбін. Үйде де, жұмыста да әпкемнен, әпкеммен бірге тұрамын да, әпкемнің қатарынан критикаға әлсізін да, и жұмыста да проблемка болып қалса, ошибка болып қалса, соны қиын көтеремін. Соның арқасында тревожный болып уже негізінде мен оправдать етіп, кішкене өзіме сұрақ қойып, кішкене психологиямен кітаптар оқып, как-то сұрақтарға жауап табамын. Алайда жауабым жоқ болып кетіп, сосын психологқа бардым. Сол психологқа барып, кішкене бір-екі затпен жұмыс істеуге болатынын түсіндім. Және де 2 рет бардым. 1 сағаттан. И үшіншісінде подружкамен сөйлестім, сол кезде маған не істеді? Как бы подкинула идею, то, что, возможно, мой отец не дал мне ту стержень, либо уверенность, которую должен был дать. Подружкаңыз? Я. Психолог не деді? Психолог кеңес бермейді. Иә, сол. Ол сені просто тыңдап отыр, сосын сен ішің пісіп кетті да, подружкаңа бардың ба? Жоқ, ол жақсы подружкам, который мен... Жақсы подружкаң ол жақсы психолог емес, жаным. Жақсы подружка тең жақсы психолог емес. Иә. Да? Айтты, папаң... Возможно, уверенность бермеді, который должен был дать. Супер. Сұрақ. Арғарай не істеймін деген сияқты. Менде ой болды. Жоға. Давай, Перизат. Менде ой болды негізінде осыдан кейін я жаловаться етпей, кішкене, может, сол бермеген затты енді өзіме беремін деген сияқты тұжырымға келдім. Әдемі тұжырым ше. Соны айтам. Смотрите, қыздар, мынандай нәрсе ғой, психологтан барған кезде бәріміз бір конкретный жауап күтеміз да. Андай ғой, дәрігерге барасың, ішім ауырып тұр. Все, левомицистин бер, болды деп. Ол саған сөйтіп жібереді, сен левомицистинді аласың да кетесің, үйге барып жазыласың. И психологтан біз сондай нәрсе күтеміз. Психологқа 2 рет бардым, негізінде жұмыс істеуге болады деп ойлаймын. Ты правильно сейчас формулировка өте 2 рет бардың. Саған примерно 20 рет бару керек та ол жаққа. Арғарай не істесем болады деген сияқты. Арғарай психологқа бару керек. Өзің түсініп тұрсың ғой 2 рет барғаныңды. Біріншіден. Екіншіден, самооценкадағы үлкен проблема біздің барлығымыз да жаңағыдай енді мынау қазіргі ана популярный психология деймін бе? Сол кездегі мынандай детская травма, әкенің махаббаты берілмеді, шешенің махаббаты берілмеді, бала күніңде бүйдеп айтты, тағы мұғалімің бүйдеп айтты. Содан сенде детская травма деген сияқты бір нәрсені ашып береді. Ол бар, ол нәрсе бар, иә, біздің бала күніміздегі нәрселер біздің өмірімізге, үлкен өмірімізге әсер етеді. Бірақ
сен саналы түрде ол проблеманы білдің, иә? Сенің өміріңде әкең сондай нәрсе жасағанын, мамаңның сондай нәрсе жасағанын білдің. Енді онымен ары қарай жұмыс істеу әкеңнің проблемасы емес, шешеңнің проблемасы емес, сенің проблемаң. Саналы түрде мынау проблема менің өміріме әсер етіп жатыр дегеннен бастап, сен уже сол проблеманы үлкен өмірге сенің шешімдеріңе әсер етпеу үшін жұмыс істеуің керек. Яғни ол жерде бірінші кезекте психологпен жұмыс істейсің. Подружкаң айтып отқан дұрыс. Возможно, там әке шешеменен проблема бар. Бәрімізде бар. 90%-да. Даже біздің Бёрн айтады, үлкен кәдімгі психологияны зерттеген ғалымның айту бойынша, біздің үлкен өміріміздің 95%-ын әке шешеміздің тәрбиесі береді, қалған 5%-ын өзіміз құрастырамыз. Бірақ енді сен 95% әке шешең біреу өліп қалды, біреу тірі, біреу ол миына кірмейді оны саған травма бергенін. Сонымен өмір сүре алмайсың ғой сен. Ары қарай әлі 70 жыл өмірің бар мысалы алдыңда. Сондықтан онымен жұмыс істеу жауапкершілігі сенің мойныңда. Сен психологқа барасың кәдімгідей, жұмыс істейсің. Сен уже проблемаңды біліп отырсың. Это уже половина пути. Сен кәдімгідей соған баруға просто кішкене жұмыс істеу керек. Ол сенің ғана қолыңда. Чем ты занимаешься? Работаю. Любой адал еңбекпен тауып атқан сенің жұмысың, ол еңбек. Андай бізде жігіттер бар ғой, андай уақытша таксовать етіп жүрмін, бірақ әке маған общать етіп қойған, ана жақта бір зачем сен главное адал еңбек етіп жатсың ғой, такси істеп жүрсең де сен адал еңбек етіп жатсың. Ұрлап атқан жоқсың, алдап атқан жоқсың. Сен де сондайсың. Сәлеметсіздер ме? Сіздерді көргеніме қуаныштымын. Мен есімім Айкерім, 28-демін. Ары қарай орысша айта берейін. Вот. Introduction. Я образована, у меня есть работа, всегда была финансово независима, всегда у меня была подушка, знаю 5 языков, то есть занимаюсь собой, спортом занимаюсь, но тем не менее у меня как будто бы слабый стержень внутри. Я бы хотела, чтобы никакое внешнее влияние на мою самооценку не было. Никакого влияния не было. И я хочу выработать этот стержень, но не знаю как. То есть я занимаюсь собой, я все вроде бы делаю, но мне этого не хватает. Я чувствую внутри вот эту неуверенность. Особенно, когда я встречаюсь с парнями, хожу на свидания. То есть я в какой-то момент могу почувствовать себя неуверенной. И хочу вот этот стержень выработать. Что значит быть неуверенной? В каком моменте он не дейді саған бірдеңе деген кезде ме? Как ты это понимаешь? Вот да. Как этот момент ловишь неуверенный вон? Элементарно, я могу быть неуверена в своем внешнем виде, то, как я выгляжу, то, что я сказала. Если я там допустила ошибку, я сразу могу там... Бекер айттым, білмеймін, өшеде басқаша айту керек еді, деген сияқты. Иә, сондай болады. Жаным, сен 5 тіл білесің ғой, 5 тілде сөйлеп кетпейсің бе? Любойын өшіріп тастауға болады ғой 5 тілменен ше. Мен 2 тілмен өшіріп тастаймын, мысалы, орыс тілмен, қазақ тілмен ше. Я бірақ соның өзінде андай, мысалы, у меня очень хорошо развито критическое мышление, когда меня критикуют, я обязательно это все подумаю, обдумаю, поговорю с людьми, действительно ли это так. То есть я должна быть уверена, что если человек критикует меня за что-то, значит, это действительно оправдано или не оправдано. Я буду об этом думать. То есть, понимаете, я не могу сразу сказать, нет, это не так, нет, я вот такая вот классная или там образованная, умная, красивая, высокая, да? У меня нет такого. Хорошо, мынандай мәселе. Хорошо, ты для себя поняла моменты, когда ты не уверена в себе, да? Поняла эти моменты, окей. Как ты поймешь, что ты уверена в себе? Например, біз определенный бір мақсат қойған кезде, даже в языках, да, вот А1, там C2 деген сияқты какие-то уровни ставим, да? Мы определенные точкаларға жетуіміз керек. Вот уверенность мәселесінде, вот осы жерге келдім, мына вот осы уровеньге келдім, маған норм деген, когда это наступит, как ты поймешь, что ты достигла этой цели? У меня нет такого. То есть я всегда не удовлетворена собой. Если да, то есть, видите, я, например, казахский язык, мой родной язык, мама айтады, сен қазақша аз сөйлейсің, біз оңтүстіктің адамдарымыз. Мен қазақша кітаптар оқимын, үйде біз тек қана таза қазақша сөйлейміз. Бірақ мен мамам қазақ әдебиеті мұғалімі, ол айтады, сен әдеби сөйлей алмайсың дейді. Папам да солай айтады. Мен кітаптар оқимын, үйде солай сөйлесеміз. Мен сыртқа шығамын, мысалы мен жұмысында тек қана орысша немесе ағылшынша сөйлеседі. И мен үшін қиын сразу тілдерді ауыстырып тастауға. Мен орысша оқимын, ағылшынша оқимын. Ағылшынша
керемет күшті флуент емеспін, бірақ мен жақсы сөйлеймін. Соның өзінде мен үшін ол жеткіліксіз. Мен түсінбеймін, кейбір қыздарға қараймын, олар мен сияқты емес, бірақ самооценкасы ұрып тұрады. Я восхищаюсь. Это твоя оценка. Да. Олар ішінде сенен қорқып. Это твоя оценка. А сен одан қорқындысың. Андай ғой, запиши. У меня нет такого, что я завидую и такая, блин, она же хуже меня. Нет, я восхищаюсь, я умею восхищаться женщинами, Да, вообще людьми. проблема ода емес. Да. Ол иллюзия. Вам кажется, что все вокруг уверены в себе. Да. Каждый из вас так думает. 65 адам ойлашы қай тақырыпқа келіп отырған. Да, бір-бірлерін қарап ше, бәрін бір-бірлерін уверен, күшті деп. Так всегда, это иллюзия. Это не так. Әркімнің өз ішінде, әр кәлләда не? Бір қиял. Бір қиял дейді ғой. Әркімнің басында. Әр кәлләлі қазір бір комплекс Да, дейсің. бір комплекс. То есть, во-первых, бірінші мәселе сол, это иллюзия. Вот запиши себе, что это иллюзия. То, что барлығы уверены в себе или увереннее, чем я деген нәрсе, ол иллюзия. Это невозможно оценить. А чтобы өзің ішінен корректировка жасау үшін, ты должна для себя понимать, когда для меня это будет норм. Ну, смотрите, у меня же есть, то есть мы понимаем в голове, что есть определенный левел, да? Я, знаете, как будто бы чем старше становлюсь, чем больше погружаюсь, то есть изучаю эмоциональный интеллект, психологию, тем больше понимаю, что как мало я знаю, да. И тем меньше как будто моя самооценка становится. То есть еще 5 лет тому назад, когда я была более младше, меня самооценка просто выше крыши была. Хотя, как бы, я не самая умная была. Незнание какого-то материала, почему это влияет на самооценку? Ты просто не знаешь. Ты не обязана все знать. Ішіндегі мамасы мен папасы. Это так сложно, то есть оқыған сайын көп, білген сайын. Согласна. То есть совершенства, границ его нету. Но для кого-то это достаточно. Определи для себя, где тебе будет достаточно, и все, на этом успокойся. Вы думаете, таким образом я смогу выработать этот стержень? Да, потому что ты решаешь для себя, мама говорит, сен әдеби сөйлемейсің. Если саған определенный уровенде қазақша жетсе, болды, мам, для меня этого достаточно. Это моя жизнь. Потому что әдеби тілде сөйлейтін болсаң, сен перизатпен жарысу керексің. Мен мысалы перизатпен жарыспаймын. Бұның қазақшасы вообще это... Сабина сияқты айтайықшы, нан жайып жарысайық. Мен жарыспаймын. Смысла нету. Сосын андай ғой, тағы да андай ғой, ішіміздегі әке-шеше, сен өзіңнің ішіндегі, сырттағы әке-шешең емес, өзіңнің ішіндегі әке-шеше кәдімгідей айтады, жетпейді деп. Секрет айтайын ба? Ешқашан жетпейді. Самый гениальный адамдар әлемдегі кәдімгідей, или самый сұлу адамдар, там, не знаю, кто там, Анджелина Джоли, Эйнштейн, бәрінің өздерінің ішінде бір нолары болған. И оның бәрін копать ете берсең, өмір сүрмейсің просто. Соны жаңағы ағылшынды ең жоғары деңгейге жеткізесің, қазақшаны ең жоғарғы деңгейге жеткізесің, бүкіл әлемнің кітаптарын оқып тастайсың. И соңында қай уақытта өмір сүресің сен? Оның бүкіл сол навыктардың бәрі саған өмір сүру үшін керек қой. Идеальный адамдар жоқ, даже это Эйнштейн, да? Какой он был сволочью, как муж. Да. Күйеу ретінде, еркек ретінде өте нашар адам болған ғой. Даже әріптес ретінде ол өте қатты нашар адам болған. Өте нашар адам болған. Представь, да? И таких людей очень много. Почему вы склонны идеализировать других людей и при этом поносить себя? Вот я такая. Нет предела совершенства. А это факт. Вопрос для себя определи, маған осы достаточно. И это мое решение. Потому что не можешь, саған біреуге тәтең айтады, бүгін мамаң айтады, бүгін папаң, бүгін подружкаң айтады, слушай, по-моему, ты слишком худая, тебе надо набрать вес, ты начинаешь кушать. Определи для себя. Смотри, мысалда самооценкаға, когда на нас влияют другие люди. Жаңа алдында қыз болсын, басқа. Сен де өзің туралы, өзіңе керек нәрсе туралы, өзіңнің мнениең болмағанша, басқа адамдардың барлығы сол жерге өз мнениесін тығады. Понимаешь, сен ол ячейканы өзің жауып қою керексің. Мынау, вот так. Бұл жер X. Вот это я так решила, и это мое решение, все, я это забираю. Пока мне не надоест. Может, бір жылдан кейін я передумаю, я не знаю. Но пока вот это мое. И все, на этом успокойся. Анау айтты, мынау айтты, подружкам айтты. Сколько можно? Когда вы свою собственную жизнь будете жить? Мен басымды қатырмаймын мұндайға.
сен самооценкамен бірге туғансың. Нет, просто мен басымды қатырмаймын. Меня волнуют вот только мои результаты, мои действия какие-то. Мысалы, этот хейт бойынша. Я чемпионка Казахстана по хейту. Қазақстан бойынша менен көп хейт алған адам. Әлемдік бүкіл қарғысты жинап алып отыр. Таңертең мен бүйтіп ашқан кезде маған уведомление келіп отырады. Мынау аузын жапса екен деген сияқты да. Мен аузым жабылып жатыр ма оған? Нет. Сенде андай айнада аффирмация жоқ па? Я прекрасная, я умная деп па, мен ең сұлу деген. Ондай жоқ. Мне кажется, сіздің маңдайыңызда сразу жазылып тұрады да, қараған кезде. Просто мен мына нәрсені түсіндім да, жаңағыдай сен сияқты гонка жасау, я гонялась так тоже. Я просто от себя отстала. Смысла нет. Ешкімге жағамайсың бұл өмірде. Бұл өмірде сен тек қана өзіңе жағу керексің. И өзіңе жақын адамдармен, мысалы, я считаюсь мнением своего мужа. Я считаюсь мнением определенного круга людей. Мысалы, біз жұмыс ауыстырамыз, орта ауыстырамыз, дос ауыстырамыз, қызмет ауыстырамыз. Әртүрлі қызығушылық ауыстырған кезде, конечно, мы социальные существа. Басқа адамдар бізге айна. Сен жаңа ортаға барған кезде басқалардың кері байланысынан сен типа, интересно, как этот человек меня оценивает, да? Жігітпен свиданияға барған кезде, интересно, как деген сияқты. Конечно, кез келген кездесуге барған кезде өзіңді күш жағынан көрсесің. Но по факту өмірде вот иллюзияға қатты берудің қажеті жоқ та, бәрібір басың шешіледі. Смысла нету в этом. Я это сразу поняла, что смысла в этом нету. Да, то есть қалай барсың, солай сөйлескен намного легче, чем носить маски. Это тяжело. Орта ауысқан сайын, жаныңда адамдар ауысқан сайын, саған бәрібір кері байланыс береді. Мына қыз мынандай екен, ана қыз мынандай екен, мынау мынандай екен деген сияқты саған да айтады. Сен 5 тіл білсең айтайын, қазақшасы онша емес деген сияқты да. Айту мүмкін мысалы үшін да. Для себя определить, для тебя это окей или нет? Саған ол окей ма, окей емес па? Иә, маған ұнайды өзім қазақшам. Болды онда. Саламатсыздар ма? Сәлем. Мен сразу сұрақтан бастайын. Қалай самооценканы көтеру керек негізі? Перед дамкатпен деді ғой. Неге мен бұндай сұрақ қойып отырмын? Потому что мен өзімнің самооценкам төмен екенін білемін. Ол менде детская травмадан деп ойлаймын. Потому что мен 11 жыл биге қатыстым. 1-ші класстан 11-ші классқа дейін. И сол кезде біздің апайымыз болды. Ол кісі сәл токсик болатын. И мен өзімде ірі қызбын. Содан кейін каждый би сайын, каждый репетиция сайын бізге ашыған қамырсың, или сенің аяғыңдай, или мынандай шіріп кеткенсің деген сияқты сөздер айтты. И оны мен 20 жылда бірақ, осы 20 жасында бірақ білдім. Маған келді осознание, вот реально самооценкам төмен екен ғой, оның бәрі детская травмадан ба деп ойлаймын. И соның әсерінен қалай самооценканы көтеруге болады деп сұрақ қойды. Сен қанша жыл бардың дедің беге? 10 жыл. 10 жылда сен мамаға келіп айтқан жоқсың ба? Апайым что-то мен соны ойламадым. Мен вообще ондай ой болған жоқ. Менде самооценка деген вообще бар ма, существовать ете ма деген сұрақ болмады. И мен бір досым айтып қалды, негізі сен самооценкаң төмен сияқты, или бәрі сөйтіп айтады да маған, сосын мен ойлана бастадым. А может реально деген сияқты. И былай есімен түсті то, что вот кішкентай кезінде биге қатысқан кезде апай сондай токсик болатын. Мен мамама сосын айттым, мам, вот негізі осындай болып еді ғой деген кезде мамам айтты, неге сен сол кезде маған келіп айтпадың, мен ол апайдың шашын жұлатын едім. Тура солай айтты, вот шашын жұлатын едім ғой. И мен қазір айтқаннан уже смысл не вижу деймін да оған. Апай өліп қалды ма дейсің? Мынандай мәселе да, что я поняла. Вот ты говоришь, маған достарым, таныстарым айтты, сен самооценкаң төмен сияқты дейді да. Ты сама это как определяешь? Қалай ол? Өмірде қалай көрінеді сенің самооценкаң төмен екен? Мысалы, осы айта береді ол. Маған перзент айтса, деймін да, отыра беремін, иә? Мысалы, біз Америкада болдық та, осы 3 қыз, біз шоппингта жүргенбіз, мынау қызбен. Мынау қыз бармай қалды. И біз кофточка алып жатырық та, топ. И надан звондап сұраймыз ғой, саған да ала салайық па осы топ десем, блин, что-то жоқ, ол мен типа томпақ қылып көрсететін сияқты деген сияқты айтады да. И сондай мелочтардан көрінеді кішкене. Можно ли это назвать низкой самооценкой или давай отделим это комплекс, да? Комплекс лишнего веса деп айтайық, сол ма? Это немножко другое, да, наверное? Возможно. Я сыртқы бейнеңнен ұялу. Иә. Сол жаңағы комплексовать ету, да? Базаны фундамент қойып берген. Енді сен айтып жатсың ғой, мен самооценкамды көтергім келеді деп тұрсың, да? Ты хочешь самооценку поднять за счет чего? Ол не только лишний вес, андай ойымды иногда дұрыс жеткізе алмай қалам ба деп қорқамын. Но это в комплексе. Бәрі комплекс. Да. То есть ты комплексуешь из-за внешнего вида, правильно? Да, самооценка, конкретно внешний вид бойынша. И тут можно работать по-разному. То есть остаться, бодипозитив. Вот все, мен... Қамырмын.
ашыған қамырлардың ішіндегі number one. Понимаешь? А что, нормально? Я охрененная. Вот, вообще пофиг. Либо так. Понимаешь? Здесь надо выбирать для себя какой-то вот... Если ты не хочешь это надо ограничивать питание, заниматься спортом, да, ограничивать питание, это значит калораж есептейсің, да, әр организмнің өзінің калориясы бар. Сол калорияны набирать етесің, сонымен специально өзің жаңағы, это все знают, те, которые вот этим вопросом как бы волнуются, ол білет, да. Либо сен соны істейсің, или істемеймін ма. Мен осындаймын, все. То есть две пути. Я знаю людей, которым очень нравится кушать, кайфуют и вообще не парятся. От этого ол адам жалғыз емес. Ол сыртпенен болғанда, мен әдемі киім кие алмаймын, XS размер киім кие алмаймын деген әңгіме болатын болса, да, онда надо как бы заниматься весом. И не так, чтобы, знаете, вот на кефире сидеть, а как-то вот комплексно заниматься своим здоровьем. Если окей болса, то окей. Определи для себя, не виси вот так на подвешенном состоянии отырма, да? Это очень много энергии занимает. Определись для себя. Вот какой путь ты выбираешь, и просто иди туда, и все. Самооценканың көтерілуі деген, ол сен аяқ астынан өзіңе арық болып көріну деген сөз емес. Пойми. Или сен жұмыс істейсің, сол проблеманы шешуге. Или өзіңді солайынан қабылдайсың да, айтасың, нормально. У тебя самооценка, все нормально. Просто сен жаңағы бір өзіңнің сыртқы келбетіңде бір нәрсе ұнамайды, соны сен жаңағы мен самооценкам төмен дейсің. Сен самооценкаң төмен емес. Бүкіл неден именно соны көріп қалған кезде самооценкаң төмен мен. Где қаласың да? Артық басқа кезде нормально жүресің, да? Понимаешь? Вот. Болды ғой. Но вот это же вопрос, это проблема стандартов красоты. Везде, кстати, во время кризисов, во время экономических кризисов, которые сейчас у нас как будто мы находимся в рецессии, сондай кезде модаға именно арық қыздар келеді. То есть индекс экономики очень сильно зависит от внешности женщин. Байқайсыңдар ма? Вот бодипозитив кезде, когда экономически более-менее позитивный не болған кезде, вот шықты ғой бізде Америкада бодипозитив, модели плюс сайз, бәрі шығып жүрді ғой. Потому что экономически это было нормально. Да? Қазір бүкіл әлемде это повышенная инфляция, экономический спад, везде идет, соответственно. Опять-таки, кімдер болды оны в 90-х, да, кризис кездегі болған героиновый шик, жаңағыдай супер арық, жаңағыдай сүйектен жүретін модельдер. Вот когда, вот смотрите, по модада не нәрсе мода болса, соған қарап экономический ситуацияны көруге болады. Сейчас героиновый шик а-ля азимпиковая худоба, она вернулась. Это стало вот, содан түсінуге болады, да, экономика немножечко... Немножечко? Да. Мне кажется, глубоко. Да, содан түсінуге болады, да, и, соответственно, барлық жерде қазір арық қыздарды көп таблоидқа шыққаннан кейін, нам кажется, как будто мы какие-то не такие, на самом деле... Это просто медиа, это реклама, поэтому определись для себя, что тебе нужно. Все в эту сторону работать. Андай ғой, барлығы дорамаға тойып алады, о жерде. Дорамаға да арық па? Иә. Кеше ма, Зарина, кім еді фамилиясы? Стендапер. Байболова. Мадинамен, и бір қызбен сөйлесіп отыр, Кореяда болған қызбен. Ана қыз айтады, мен Кореяда толықпын дейді. Зарина айтады, сонда мен немін ол жақта дейді. Сол сияқты ғой, біздің қыздар жаңағы шетелдік стандарттарға, жаңағы медиада не көрінеді, соған қарап алады да, сосын мен самооценкам төмен, мен ғана жаманмын, мен ғана әдемі емеспін дейді. Все хорошо у нас, қыздар. Вообще уайымдамаңдар ол. Вы все классные, да. Все красивые. Что айтам? Чего вы паритесь? А что делать, если самооценка, она слишком высокая? Например... Міне, осындай проблема. Жоқ, менде мынандай да, мен жігітпен танысам, и мен сразу бетіме басады, у тебя такая самооценка, спустись на землю, деп сөйтіп айтады. А қыздар сөйтіп айта ма? Қыздар, те, кто завидует, да, наверное, скорее всего. Жоқ, қыздар саған сөйтіп айта ма, сенің самооценкаң слишком завышенный деп? Қыздар айтады, иә. Чуть-чуть этот... Түстеймін саған. Мен андаймын ғой, компанияда мен фук деп шығып кетемін да. Все смотрим на меня деп сөйтіп вниманием бәрін аударып аламын. И қыздар айтады, ты слишком внимание себе привлекаешь, чуть-чуть остынь деп. Кішкене сабыр сақта, солай деп айтады да. Перевожу на твой язык или на другой язык. Это вопрос не завышенной самооценки. Просто ты шумный человек и все. Да? Ну, шумный дегенде... Ты эмоциональный, шумный человек, сен өзің сондай адамсың. Человек-праздник. Я думала, из-за самооценки, типа, содан шығар деп ойладым. Ты просто такой человек и все. Сен 5 тіл білесің ба, мысалы? Жоқ. 3 тіл білем.
Вам надо подружиться. шүкір ғой үшіншісі и то не очень бірақ нормально сөйлесе аламыз ғой көрдің бе сол сөйлесі нағыз лесі бір біріңе самооценкалармен айырбастаңдар өзі болмысың сондай ғой. И просто кому-то это неудобно, кому-то окей. Просто найти своего человека и окей. сәлеметсіздер ме Роза ханым, Перизат ханым. Менің жасым 22-де, менде проблема самооценка емес, неуверенность сияқты. Мен өзімді 16 жасымда 22 жасымды керемет елестеткенмін, но өзіме қазір 22 жасқа толғалы өзіме қатты ренжулімін. Себебі менде 14 жасымнан өзім жұмыс жасап, өзімді обеспечивать етіп үйренген адамында. И барлығына көмектесіп, барлық адамдарды өзімде көріп, 2025-те қатты разочарование болды да менде. Отношениядан, подругаларымнан, ата-анамнан деген сияқты. И 3 ай көлемінде мен мүлдем үйден шықпаймын, даже магазинге. Вообще адамдардан қатты көңілім қалғанынан ешкіммен араласқым келмейді. Бір штук құрбым бар, онымен де мүлдем сөйлеспеймін үйде. И қатты әлемнен алыста кеттім. Шын айтам, бір 3,5 айдай мүлдем ешкіммен араласпаймын, көшеге шықпаймын, магазинге де бармаймын, өте андай жабылып қалдым. Но до этого мен өте андай ашық адам болғанмын, энергичная, всегда жұмыс жасап жүремін, всегда дамып жүремін, адамдармен араласқанды жақсы көремін, көмектескенді жақсы көремін. Ал қазір наоборот, ешкімге көмектескім келмейді, барлығына бір іштей ренішім бар. Всегда өзімнің идеяларымды, мақсаттарымды, пландарымды подругаларыма, достарыма айтатынмын. Олар всегда орындап тастайды да, и қазір менде реніш бар өзіме, сол күйге қалып кеткеніме. Ештеңе орындамай, бір орында қалып кеткеніме өзіме ештеңе қатты ренжулімін. Не болды, 3 ай болды ма сонда отқаныңа? Негізі одан көп, но 1 жыл жаттым үйде ештеңе жасамай, но арасында 2 ай басқа қалаға барып жұмыс жасап келген болатынмын. Но ол жерде тоже өзім көңілім жай таппай, қайттым Алматыға. Вопрос в чем? Вопрос. Мен қазір маған жұмыс жасау керек, но мен өзіме нормально жұмыс таба алмай жатырмын и жасағым да келмейді негізі. Но жасау керекпін. 2025-те мен өзімді қайтадан жинап, бәрін жаңадан бастағым келеді. Маған қандай совет бересіздер? Психологқа бар жаным. Шын айтам. Сенде уже андай, сенде ты выгорела. Жаңып кеттің кәдімгі. Сен 14 жасынан бері кімді асырап жүрсің? Соны айтам. Біз өте төмен семьядан өскен болатынбыз, сол үшін біз ата-анам жұмыссыз болғандықтан обеспечивать етіп өстік сестрам екеуміз. Қазір сестрам тұрмыста, мен өзімді өзім асырай аламын, но шынымен жанып кеткен сияқтымын. Сен жанып кеттің, сен түріңнен көрініп тұр, сен кәдімгі жанып кеттің. Ты вот этот период подростковый, вот свои детские позиции ты не прожила. Вот это полноценное детство, тебе пришлось быстро взрослеть. И это не взрослая позиция. Это притворяться во взрослого, потому что ты работаешь, тебе приходится обеспечивать взрослых людей. Саған қарау керек адамдарды сен қарайсың да. Ата-ана қамқор болады ол балаға. Оны кәмелетке толғанша, оны өмірге, үлкен өмірге қосып жүргенше. А вот ты вот этот отрезок прожила, и қазір непонятно, как жить для себя. Мен андай зона комфортымнан мүлдем шыға алмай жатырмын. Жұмысқа кіргім келеді. Потому что у тебя нет понимания, зачем работать. Не ищи стимул жұмысты. Вообще нет понимания, зачем я буду работать. Какая работа меня будет радовать. Нету. Әке-шешең қайда қазір? Әке-шешем ауылда. Қазір жұмыс жасайды өздері. Өздері жұмыс жасайды, и ты сама по себе. Надо психотерапию проходить. Это жаңағыдай ғой, сен вынуждена взрослый болуға, вот ты была вынуждена, подняла тот груз, который ты не могла поднимать ни физически, ни умственно, но ты это сделала. Сама не поняла, как это сделала. А қазір, когда пришло время жить для себя, ты не умеешь как. Яғни ересек өмірге қадамды қалай жасау керек екенін білмейсің. Это нормально. Да? Отстань от себя. Ал зона комфортадан шығу үшін қандай совет бересіздер? Өтірік ол қайдағы зона комфорта 14 жастан бастап жұмыс істеген адамда. Ну, мен мүлдем үйден шыққым келмейді. Адамдармен араласқым. Это думаешь зона комфорта? Я думаю, что у тебя депрессивное состояние. Мен психолог емеспін, бірақ это признаки депрессии. Кәдімгі депрессияның адам үйден, здоровый адамның үйден шықпауы, это депрессия. Ұзақ уақыт шықпауы, да, жаңағы жарты жылдап, 3 ай, немесе 1 жылдың көлемінде полная апатия. Может быть, не совсем депрессия, может, депрессивные какие-то эпизоды бывают. Арасында кіріп шығып тұратын шығарсың, ондай да болады. Арасында кіріп қойсың, қайтып шығасың деген сияқты, да? Ондай да болады. Бүгін 20-25-ке барып келейін деп. Да, маманға бару керек, да? Вот если ты бір жерге жұмысқа тұрсаң,
вот айлығымнан осынша процент мен обязательно психологқа барам и өзімді вытащу из этой дыры деген цель қойшы, бірақ цель қой өзіңе. Ана біреуді асыраймын, көмектесем, докажу, андай деген просто я себя вытащу. Если ты пойдешь работать, то трать деньги на психолога и вытащи себя, потому что вся жизнь впереди. Сен жасың 21-де, бірақ қазір уже пенсияда өлетін адамның әңгімесін айтып жатсың да. Как будто уже всю жизнь прожила. Такое бывает. Менің құрбыларым ата-анасынан ұялмай ақша сұрайды, телефон керек болса телефон сұрайды да, ал мен даже ауылға барып келген кезде маған продукты беріп жібереді ғой, кет деп, мен алуға ұялам. Мен как будто олардың тамақтарынан бір аузын жыртып алып кетіп жатқан сияқты боламын да. Психологқа бар жаным. Вот реально, сенде 22 жас деген не ол қазір? Прям вот. Ты еще ребенок. По сути, ты ребенок до сих пор. Саламатсыздар ма, Кеш Жарық? Сәлем. Менің сұрағым, ол сіздің ойыңызша жоғары немесе тым төмен самооценканың нақты көрсеткіштері бар ма, әлде әр адамда ол индивидуально ма? Индивидуально, өзің қоясың. Мындай мәселе ғой, кәмелет жасқа толғанға дейін бізге ата-анамыз, достарымыз әйтеуір бірдеңе береді, әйтеуір ортамыз бір нәрсе береді да. Кто-то дает нам определенную оценку. Сен интровертсің, сен экстравертсің, сен андайсың. Определить для себя, сен қандайсың. Очень много разных тестов можно проходить. Мысалы, мамандық таңдауда да профориентационный тест таңдайсыңдар, иә? Қай мамандыққа, қандай профессияға мен бейіммін деген сияқты. Тест өтесің да, и түсінесің, оказывается, мен текстовик екенмін, мен текст жазады екенмін, мен перизат сияқты сценарий жазамын деген сияқты. Или мен более визуальный адам, маған контент түсіру керек, или кино саласына бару керек деген сияқты. Адам әрқайсысы өзінің бір табиғи, өзі тума берілген немесе өмірде қалыптасқан бір таланттарын, өзінің қабілетін определять ету керек для себя. Потом ты с этими определенными своими ресурсами, которые у тебя есть, сен осымен қоғамға барасың, жұмысқа барасың, қарым-қатынасқа барасың, жаңа нәрсе үйренесің, адамдармен танысасың, ол адамдар саған кері байланыс береді. Сен ол ақпаратты қабылдайсың, да, принимаю либо не принимаю. Где-то принимаешь, улучшаешь, где-то не принимаешь. Это и есть управление собственной жизнью. Біреулер осы нәрсеге 21-20 жаста келеді, біреулер 40 жаста келеді, біреулер өмір бақи келмейді. Понимаете? Вот секрет управления собой. Эмоциональный интеллект сол үшін прокачивается, чтобы понимать свои собственные эмоции. Понимать, сен өзіңнің эмоцияңды түсінген кезде, сен қасыңдағы басқа адамның эмоциясын түсінесің. Это круто помогает в отношениях, в бизнесе, в партнерстве, в друзьях. Круто помогает. Оның бәрін үйренесің да практикамен. Иногда мы думаем, да, мысалы 25 жаста, мысалы базовый психотерапия 40 сағат өту керек. Я әрбір дамимын деген адам. Ойлайды, мен 21 жасында бір жыл уақытымды арнап 40 сағат психотерапия өтсем, мен күшті супер адам боламын деп ойлайсың, но у тебя не хватит жизненного опыта. Иногда самооценка, она жизненный опытпен келеді. Отызға келгенде, мен үшін, конкретно мен үшін самооценка жасаған істерім нәтижемен келеді. Я определяю, я себе оценку даю по моим результатам. Мен осын жасадым. Когда я говорю, да, мен 10 рет тастағам английскийді. 10 рет тастағам. Настолько в этом плане я такой, человек раздолбай, да? Потом я себе говорю, слушай, мне это надо сейчас английский? Я объективно себе даю оценку. Дәл қазір маған ағылшын керек емес. Да, и я эмигрировать не собираюсь, жұмысқа не істемеймін, деген сияқты, да. Но вот последний год, вот IT саласында проекттер, маркетинговый проекттер алып жасағаннан кейін, бастағаннан кейін, я понимаю, что мне этого не хватает, и мне уже легче учиться английский, уже көбірек түсінемін. Да, то есть определись для себя. Вот саған біреу айтады, саған бүйту керек, арықтау керек, оқу керек, үйту керек, бүйту өткен кезде. Өзіңнен сұрашы, тебе это надо? Потому что қасымыздағы адамдар жақсы көріп те, жаман көріп те айта береді. Даже твоя самая лучшая подруга, даже родители, они скажут, вот ты недостаточно хорошая. Саған әлі мынау жетпейді деп айта беру мүмкін. Для себя определи. Бұл эгоист болып кетуге алып келуі мүмкін ба? Мүмкін. Бірақ таяқ жеген кезде уже өзіңе жауапкершілік өзіңде болады да. Мен осындай шешім қабылдадым, осы үшін таяқ жеп жатырмын, но я исправлю. Вот так же. Самооценка деген сөздің өзінде жауап тұр ғой. Оценканы, бағаны сіз өзіңізге беруіңіз керек та. Біздің қоғамда көбінесе біз сырттан іздейміз бағаны барлығын. Үйдем ата-анам, мектепте мұғалім, завуч, бірдеңеден тренер, бірдеңеден коуч, жаттығу, күйеу, ене, бала, ең соңында даже балаң оценка беріп кетеді саған кәдімгідей. А если сол кезде сенің миыңда өзіңнің оценкаң болмаса, сен көрінгеннің бағасына сеніп жүре бересің. Мынау бүгін маған арық деп айтты,
ертең анау семіз деп айтады, мынау бүгін ақымақсың деп айтты, анау ертең ақылдысың деп айтады. Соның бәріне ере берсең, сенен дым қалмайды да просто ең соңында. Самооценка деген сөздің өзінде, өзі бұл негізі қазақтардың сөзі емес қой. Қазақта жоқ ондай сөз самооценка деген ше. Тура аудармасы жоқ қой бізде. И бізде с этим проблемой, наверное. Кейде, мысалы, қыздар сендер свиданияға барасың, жігіттермен барған кезде, олар бәрібір кері байланыс беруі мүмкін. Жоғалып кетеді, немесе ары қарай сөйлеседі. Ары қарай сөйлесіп жүрген кезде саған бірдеңе айтуы мүмкін. Сен андай екенсің, андай. Сол кезде это тоже помогает. Иногда пассивно-агрессивные парни өзі сенімсіз болғандықтан саған определенный бір клише ілуі мүмкін, ярлык ілуі мүмкін. Ты недостаточно хорошая, ты такая-то не такая, өзіңе қарамайсың ба, юбка киме, шалбар киме, тағы бірдеңе деген сияқты, да. Сонда өзінің мнениесін может навязать. При этом ол бүйтіп айтуы мүмкін, да, я же о тебе думаю. Сенің қамың ғой, дорогая моя, деген сияқты. Чтобы вот осындай манипуляцияға түспеу үшін определить для себя, сен үшін не. Содан сен түсінесің, кім саған шын дос, кім жанашыр, кім саған дос емес. Вроде бы понятно. Мы вот, кіммен Перизатпен, когда мы эту тему обсуждали, я у него спросила, самооценка тақырыбын алу керек, дейді Перизат. Я говорю, зачем? Жоқ, алу керек, ол кім? Қарасай, 65 причина саған. Дейді, и мы начали разгоняться на тему, почему, вот Перизат айтады, мен осы жасқа келіп психологтарға барып самооценкамды көтердім дейді. Әрең дегенде. Жас жігітпен жүріп. Да. Сразу. Это рабочий инструмент. Проблема в чем различие? Мен өскен контентпен Перизат өскен контент екеуі екі түрлі. Объясняю. Бұның оқыған кітаптарымен мен оқыған кітаптарымды қарасаң, ол әртүрлі кітап. Оны еще дауыстап оқымана, миға тоқыған ғой. Сен дауыстап кімге оқыдың деп айтып едің? Әжеме оқыдым. Жатқа білем ғой мен олардың бәрін. Жатқа біледі, иә. Сол контентке өскен, сол реальностьқа сенеді. Өте трагичный, өмірде орны жоқ әйел образдарын көріп, соны бойына тартып өскен адам, да. И по сути ол тек қана кітапта или сен қолданатын контентте емес, ол по сути үйдегі тәрбиеде, сен кіммен өстің, қасыңдағы сенімен бірге тұратын адамдар, сенің тәрбиең, ата-ана саған қандай тәрбие берді, соған да байланысты. В моем случае мен оқыған әдебиет басқа болды. Мен мысалы «Унесенный ветром» оқыдым. Неше рет оқыдым. Мен оказывается, онда возрастное ограничение бар екен ғой ол кітапта. Кім білген құдай ау? Сен неше жасында оқыған? Бір мен 13 па жасымда оқыған мен. Ұятсыз. Исай Калашниковты оқымайын ба? Неше түрлі приключения, жестокий век. Обожаю. Андай ғой, аямайды ғой ешкімді. Өзіңнің мақсатыңа жету үшін андай беріспеу. Вот мен осындай литература оқитын да, мақсатыңа жету үшін беріспеу. Она ұнамай ма, басқа ма, нет. Особенно вот «Унесенный ветром», если біз Скарлетт О'Хараның персонажын алатын болсақ, дымға қараған жоқ қой. Вот ей надо было достичь своей цели, она достигла. Оның теріс тәрбиесі болу да мүмкін да, бірақ мен үшін оңтүстік Қазақстанда, Өзбекстанның түбінде, ауылда, сен ойлашы, менің бүкіл ортам, менің бүкіл мен танитын әйелдер, это двоюродные сестры, жеңге, басқа, барлығының ондай ой жоқ, олар шошиды менен. В теории, это невозможно мен Сарыағашта туылуым. Иә. Оңтүстікте абсолютно ультраконсервативный ортада менің осындай оймен туылуым, это практически невозможно. Бірақ мен басқа контентпен өстім. Басқа контентпен, басқа кітаптарды, басқа ой қалыптасқандықтан, вот так вот. И мен именно сол литератураның арқасында, вот почему подростковая литература, она очень важная. Да, мысалы қазір өте көп жаңағы қыздар, жігіттер, мне кажется, зумерлардың көпшілігі Гарри Поттермен өсіп жатыр. Иә. Очень классный персонаж. Гарри Поттер болсын, вообще сол жердегі комьюнитидің қалыптасуы, да, вот лидерский нелер. Өте жақсы, да, подростковая литература, она очень важная. Оқу, подростковый кинолар өте маңызды. Біздер, мысалы, менің заманымда қыздар нені көрді? 3 метр над уровнемді көрді. Поэтому вы вышли замуж за абьюзеров. Соның артынан жүгіріп, соға ғашық болып. Для вас это нормально было. Я біздің поглощать еткен контентіміз, ол бізді қатты қалыптастырады. Біз, когда мы разгоняли эту тему, я понимаю, что мен қараған контент, мен MTV мен өстім. Вы знаете, вот 2000 жылдарға дейінгі Первый каналдың контентін білесіңдер ма? Ақпараттық танымдық болған ол. Ол кезде реклама болған жоқ. В мире путешественников, неше түрлі. Мысалы, осы подкасттар,
визуализация ғой. Мен баяғыда сол первый каналда өстіп шалдар отырып баяғы ана политический әңгіме қуғыды. Соның бәрін қарамай тастамай көретін едім. Әртүрлі саяхат туралы, саясат туралы, өнер туралы, танымдық ақпараттар болатын еді, и жарнама болмайтын еді. Вот если вы в YouTube найдете программу тех лет, вы офигеете, насколько она была демократичная, либеральная была. Сондай контентпен өстім да мен. И маған жаңағыдай, маған өтпейтін папа да маған оқы, мына кітаптарды қазақ әдебиетін оқы, үйде кітап көп бізде. Тұрашасың да, егеннің бәрі жылап атыр. Мыналарды кім қинап атыр дейсің. Нет, деп ше, түсінбейтін едім. Ол үшін де өзімді жазғырдым өте қатты, өйткені экзамендерде маған қиын болатын еді. Сабақта маған қиын болатын еді. Қазақ тілі әдебиетінен жаңа айтатынмын, географиядан до сих пор 3 мен оқымаған сабақтар өте көп. Бірақ жаңағыдайда бізге осы контент өте қатты маңызды, ол бізге ой береді. Сондықтан да ойланыңыздар. Сіздің самооценкаңызға, вот ойланып отқан кезде, маған менің самооценкама, өзім туралы ойды қалыптасуға маған не әсер етті деген кезде, это можно все исправить. Қазіргі кезде жасанды интеллект арқылы оқу өте қатты маған ұнайды. Режим обучения деген бар ғой. Ты пробовала? Нет. Gemini-да есть режим обучения. Ты его открываешь и начинаешь себе не қоясың. Мысалы, мен жасым осыншада, осымен занимаюсь. Я хочу поднять себе самооценку в этой сфере, хочу самообразовываться. Қандай кітаптар бар? Қандай подкасттар бересің? Қандай статьялар бар? И все, соны отырып оқисың. Классно же. Бұрын деген біздер, мысалы, кітап іздейтін оқып, тағы бірдеңе іздеп, сатып алып. Пожалуйста, искусственный интеллект сделает это все намного легче. Даже бүкіл интернеттен саған ақпарат жинап, реттеп саған бүйтіп күшті по полочкам қойып береді. Дым істеудің қажеті, только оқу керек. Вот это вот мне классно. Саламатсыздар ма? Сәлем. Менде мынандай сұрақ. Мысалы, бізде папаммен мен мүлдем араласпаймын, кішкентай кезімнен бастап. Оны мен мүлдем іздемеймін да, и оны бар жоғы мені мүлдем қызықтырмайды. Мен ол туралы мүлде ойламаймын. И мамам қазір екінші күйеуі бар да, енді ол мамам өзіне күйеу таңдап алды мысалы ретінде. Мен оны папа ретінде қабылдамауыма болады мысалы. Да. И енді сұрақ, мен өзім папамды қабылдауым керек па, и ол менің самооценкама негізі әсер етеді ма папаны қабылдау деген? Осы вопросты шешіп кетші, пожалуйста. Детские травмы. Да. Я сол детские травмаға ата-анамен қарым-қатынас, папа действительно жаңағыдай айтады ғой, вот если вот эта популярная психология о чем нам говорит? Мамамен қарым-қатынас это твои отношения, если у тебя с мамой отношения хорошие, значит отношения. Папамен қарым-қатынас это деньги деген ба? Иә, сондай. Айтыңдаршы, өздерің айтыңдар. Не дейді? Не үйрендіңдер сабақтан дейді. Жоқ, жігітпен отношения это папа и финансовая сондай финансовый ол мама жақтан деп. Мысалы менің самооценкама оның папам ешқандай ештеңе әсер етпейді. Оның мама мен өзім психолог та. Не үшін оның миыңды қатырасың, сен мынандай болмайсың ба? Вообще пофиг жүре берсе депші. Мамам өзі сондай да. Сен не істедің, айтшы, психолог татуан не істіңдер, айтшы. Осы жинақшы бүкіл нелерді осы жердегі. Сәлеметсіздер ме? Сәлем. Мен осы сіздерге келгенге дейін психологтың сессиясын өттім, полностью терапиямен өткем. Самооценканы өте төмен уровеньнен көтергем. Қазіргі уақытта, мысалы, қызыл помаданы өзім бірінші рет киіп бояп отырмын. Это первый раз, как я на свет вышла вот так вот. Одан бөлек, былай айтқан кезде, психологтың айтуы бойынша, ол әке, ол көбінесе баланың өзіндегі ішіндегі тірегін, өзіне деген сенімділігін және де көбінесе материалды жақтан қолдау беретін сол кісі. Так как это человек, который обеспечивает всю семью, и от него идет богатство, деньги, самоуверенность, вот это все идет оттуда. А получается, мама — это твое отношение к окружающему миру. То есть, как ты видишь, какие у тебя отношения с матерью, такие отношения будут и с окружающим миром, со своими подругами, и в отношениях у тебя такие же будут. Теперь такой момент. Если у тебя проблема с отцом, ты не разговариваешь с ним, и плюс к этому всему у тебя проблема как бы с матерью именно в границах. То есть ты не хочешь ее обидеть при том, что и хочешь поставить свои границы, и ты хочешь как бы объяснить ей то, что ты уже взрослая и, в принципе, уже хочешь отвечать за свою жизнь полностью сама и брать за это все ответственность себе, но понимаешь то, что мама сейчас как бы осудит, скорее всего, в таком положении больше у меня как бы поднимается вот этот вопрос. Но по
всем информациям, которые я знаю, это папа это в основном идет деньги, богатство, как я ранее говорила, а мама это отношения и полностью вот отвечает за это отношения окружения с миром. Папа деньги, мама отношения деген. Нет? Отношения папа делает. Ага, сосын? Что у вас разные психологи какие-то? То есть вот это вот, да, бізге жаңағыдай заказ, түсінікті ғой, да, когда нам заказывают, это популярная психология, бізге айтады да жаңағыдай, неважно, мамамен қарым-қатынас ол мынаны қалыптастырады, папамен қарым-қатынас. На самом деле бұл жерде гендерно не разделяется. Ата-ананың міндеті баланы ересек өмірге дайындау. Яғни басқа адамдармен коммуникацияға, өзіңнің талантыңды, қабілетіңді монетизировать етіп ақша табуға, өзіңді қамтамасыз етуге және үйленіп отбасылы болып жатсаң, онда бірге партнерлік өмірге түсуге. То есть, яғни осы өмірдегі керек навыктарды ата-ана жынысына байланысты емес, үйретуі парызы. Дұрыс па? Но не все родители с этим справляются. Это нормально. Бывает. Әртүрлі өте деструктивный ата-аналардан, немесе, наоборот, перебор гиперактивный ата-аналар болады. Мы не знаем, мы родителей не выбираем. Бірақ задача сондай. Баланы ұлды болсын, қызды болсын, ересек өмірге дайындау. Коммуникация, өзіне жауап беру, жауапкершілік алу, адам жаңағыдай өзінің таланттарын монетизировать ету и өзі қалаған деңгейде ақшалы болу. Дұрыс па? Осы нәрсеге үйрену керек. Бұл жерде ата-ананың рөлі жаңағыдай нәрсе, вот маманың рөлі мынау, папаның рөлі мынау деген нәрсеге мен мүлдем келіспеймін. Әкенің рөлі ол ақша деп айтады, да, мысалы, это богатство деген сияқты. А как делать с отцами, которых нету? Как делать с отцами, которые не работают, деструктивные? Сонда сенде шанс жоқ деген сөз ба, сонда ақшасыз қаласың ба, өмір бақи? Жоқ, оларды кешір дейді. Иә. Ақтап ал дейді. Жоқ, кешір дейді. Ақтап ал дейді. Андай орындыққа отырғызып қой, типа ойша дейді, солай айтады психологтар. Сөйтіп айтты ғой. Иә. Отырғызып қоясың, сосын сөйлесесің, папа дейсің. Ол жоқ ана жерде. Әке, мен сені кешірдім дейсің. Оған ол сені көріп отқан жоқ. Сен психологқа барып айтасың, мен кешіре алмадым, мен жоқ ана адамын кешіре алмадым, сен бар да қайттан кешір дейді. Сен қайттан барасың ана орындыққа. Вот реально. Это бред. Твое благосостояние, твое отношение, твоя позиция в жизни зависит только от тебя и от твоих навыков. Егер сен коммуникацияны реттей алсаң, өзің просто жұмыста пысықсың да, дофига, екі жұмыс істейсің, күндіз басын кешке адамдармен жұмыс істеп, мысалы үшін сонда жұмыс істейсің деп айтайық, сонда. Там, не знаю, справочныйда миллион адаммен сөйлесесің, неше адамдармен, да? У тебя язык подвешен нереально. Или ты в продажах работаешь. Ана қыз сияқты дейсің. Иә. Или ты в продажах, например, работаешь, да? Сен изначально күшті коммуникация құра аласың. Это же не говорит о том, что сен, если даже папаның болмаса да, или ажырасып кетсе, өміріңде қатыспаса, не сонда сен сөйлесе алмайсың ба? Вот ты видишь, мысалы, қазір сенің бір өміріңде бір жер ақсап тұр. Бір определенный бір момент. Ақша табуда болсын. Сядь и разберись. Қанша ақша тапқым келеді? Бұл ақшаны мен өзімнің қай қабілеттерімді монетизация жасау арқылы таба аламын. Не үйренуім керек? Квалификация көтеру, тіл үйрену, жаңа мамандығымды өзгерту. Просто, понимаете? Мысалы, бізге ата-анамыз айтуы мүмкін, блин, мұғалім боласың. Өлсең, өліп кет мұғалім боласың, да? Болмай жатыр у тебя. Попробуй сдать тест профилактизацию. Посмотри, может, сен мұғалім емес шығар, может, сен журналист шығарсың. И как раз сенің мұғалімдік опытың саған текст жазуға, жаңағыдай журналистиканы дамытуға, блогинг это істеуге көмектесетін шығар. Тығырыққа біреу айтты екен деп тығырыққа тығылып отыра бермей, да? Понимаете? Вот это вот әкенің рөлі, шешенің рөлі деген сияқты жаңағыдай папасы жоқтар не істейді, мамасы жоқтар не істейді сонда. Оларда не шаш жоқ па өмірінде? Далбаса. Понятно? Вот определяйте для себя. Ол мынандай ғой, бізде просто қоғам сәл инфантильно ойлайды да жаңағыдай. Көбісі психологқа барғанда айтады, мен проблемам тауып бер дейді психологқа. Маған қарап отыр да, травмам тауып бер, маған срочно дейді. Ол тауып береді ғой, олар тауып береді саған проблемаңды. Сұрақ қойып арқылы тауып береді. Проблема іздесең любой жерде табасың. Иә, и оны жұмыс істе десең, вот сол кезде уже бұлар психологтан қашады. Ары қарай. Онымен жұмыс істеу керек кәдімгідей. Олар ойлайды, травманы тауып аламын, сол кезде мен проблемам шешіледі деп. Жоқ, вот сол кезде шатасасыңдар. Проблеманы тапқан моментте уже сенің жұмыс істеуің керек ары қарай.
иә, кезінде әкелеріміз қателік жасады, шешелеріміз қателік жасады, мұғалімдеріміз қателік жасады. Енді сен өмір бойы қалған 50 жыл өміріңді солар қателік жасады, мен ары қарай өмір сүрмеймін, солар көрсін, сол тозақта жаным жатсын деп жатпайсың ғой, сен өміріңді сүруің керек қой. Да, бәріміздің әке-шешелеріміз не идеальный, бәріміздің мұғалімдерімізде сондай проблема болды. Но с этой проблемой дальше жить нам. И сен или жертва болып өмір сүресің өміріңді, әке-шешем мені кезінде ренжіткен деп. Или сен оларды кешіресің, или там орындықты кешіресің. Ары қарай нормально өмір сүресің, жауапкершілікті мойныңа аласың, и все. Запишите себе лайфхак. Мысалы, әртүрлі адамдар әртүрлі айта береді ғой. Просто себе запишите лайфхак. Определи для себя, вот на что ты жалуешься. Сен өміріңде не нәрсеге жалуешься. Вот напиши, список жазып шық. Айлығым аз жұмыста. Там, не знаю, мое отражение в моем зеркале мне не нравится. Мен достарым ұнамайды маған. Жігіт керек маған, новый, нормальный. Деген сияқты, да? Жазасың да, вот ты жалуешься на что-то, вот чего в своей жизни нету. Жалобаларын жазасың да? Сөйтесің да, переворачиваешь, и сол жалобаларыңды превращаешь в задачу. Да? Просто превращаешь в задачу. Тебе не нравится твой образ в зеркале? Задача. На что ты готова нести властно, чтобы она тебе нравилась? Да? Тебе не нравится твоя работа? Какую работу ты хочешь? Как эту проблему решить? Ол нету, Дед Мороз жоқ. Аяз ата жоқ. Ғажайып жоқ. Ғажайып жоқ. Фея жоқ. Зубная фея жоқ. Білесің бе? Мақсатқа адам өзі жетеді. Вот избавляйтесь от магического мышления. Бәріне өзің қадам жасайсың. Өзің барасың сол жұмысқа. Бір күні бай кетіп, біреу саған наследствоға миллиондар тастамайды. Ты зарабатываешь все это, ты идешь на эту работу. А че саған андай хаттар келмеді ма Mail.ru-дан? Мен сенің дядяңмын Швейцарияда. Мен қатты сенгем соларға, е-майы. Сондай наследствода алып қал деген сияқты. Ондай көрген, бірақ маған келген жоқ. Постарайтесь максимально избавиться от магического мышления. Свою прекрасную жизнь делаешь только вот вы сами делаете. И, возможно, мынандай мәселе, да, возможно, твоя жизнь уже прекрасна, но ты этого не видишь. Вот. Андай ғой, андай күшті болады ғой, бір өмірлер тап-тамашана. Мен мынандай қыздарды білем, өзінің армандағы квартирасын сатып алады, ішіне күшті ремонт жасап алады, өзінің армандағы смектің техникасын ішіне толтырып алады, жаңағы бәрін жасап алады ше, сосын ішіп пысады. И начинает: маған әке керек сияқты деп. Маған жігіт керек. Осылай өзіне өз проблема жасап алады да. О проблема жасап алғанда жетістікке жеткен қыздарды сенің қасыңда осырақ шалың жоқ деген популярный буллинг бар. Это вот обесценивание женских достижений. Жаңағыдай, сен қасында еркек жоқ, значит ты ноль. Сен қасында, когда мы нарисуем любого мужика, ты превращаешься в миллион. Оған дейін сен нөлсің. Понимаешь? 0-0-0. Сен 5 тіл білетінің, сен шетелде оқығаның, это все 0-0-0. Мына жерге еркек қойсаң, ол миллион болады. Это популярный буллинг, на это не ведитесь, не деймін енді. Жаңағы сіздің айтқан сол бір ер адам бір ары қарай 0 деген ғой, сол темаға айтайын деген. Менде қазір ойымда, вот мен өзім қанша мысалы жасаған нәрсем бәріне мысалы көмектесем, там ата-анама, я барлығын 24 жастағы кісіге, мысалы қыз балаға там кредитін жабысуға көмектесу, это по идее достижение. Но у меня почему-то вот это все 0, но у меня должен быть парень. То есть я сильно жажду именно внимания от парня. Хорошо, допустим, я познакомилась, поговорила, у нас сошлись разговоры, темы. И теперь вот, когда мы месяц уже общаемся, мы начинаем друг друга узнавать, но эти знакомства не доходят до того, что мы там переходим на отношения. Это заканчивается с тем, что он говорит: дело не в тебе, дело во мне, и уходит в тишину. Жертва такая. Да. Дело не в тебе. Теперь самое интересное, он ушел, как бы, если бы я была с нормальной самооценкой, я бы сказала: ну, ушел, и все. Нет, но я в себе начинаю копаться и думать, в чем же моя вина, что я не сделала так, и с чем я его прогнала от себя. И это не дает мне покоя. И эти отношения, этот сценарий, каждый раз в каждом отношении. Сколько парней? Ну,
парней-то толком было там наверняка 3, скажем, но общение с парнями было очень много. Много это сколько? Я не посчитаю, было Жоқ, наверняка... мысалы, да, просто познакомиться, да, но вот так чуть дольше разговаривать. Дружеские разговоры, вдруг дальше отношения выходят сияқты, да? Чуть дольше разговаривать, ты провела с 3. Нет. Енді. Это те 3, к которым я была якобы в отношениях, но с его стороны, как бы, иногда я, как бы, скажем, спускаю самооценку свою вот самоценность спускаю на то, что он не дарит там подарки. Смотришь на других, вроде бы они делают такие же, там, допустим, техники, да, там, о себе такого хорошего мнения. Когда я веду себя так, как, я себя не чувствую, как в своей тарелке. То есть я понимаю то, что проблема будто бы во мне. Я не могу позволить ту уровень уверенности в себе, как у них. У парней? Нет, у девчонок, которых там дарят хорошие подарки. Иллюзия, там иллюзия. Опять вот это вот... Иллюзия. Ты Сенің думаешь, что если да. дарят хорошие подарки, Значит, там самооценка супер хорошая. самооценка делается. Это не так. Ну, я в себе вот копаюсь всегда. Это у тебя когнитивные искажения, тебе так кажется. Вот ты видишь, из всего отношений, например, они встречаются год. Арасында болған шығар, скандал бәрі болған шығар, бірақ именно сыйлық берген кезде, вот это, блин, деп ше. То есть ты не видишь отношения полностью, өйтіп андай шешім шығарма. У нас очень много, вот тоже мен неде, по-моему, в Телеграме я делала опрос, я спрашивала, вот есть девчонки, которые хвастаются, да, мен күйеуім сыйлық берді дейді, там айфоны, машины, подарки, и басқа, онда сыйлық алмайтын басқа елдер ойлап қалдым, мыналар мен самооценкам дұрыс емес шығар, негізі бар вообще. Блин, вот как они деген сияқты. Для меня это непонятная концепция. Если вы муж и жена, у вас общий бюджет, откуда у него лишние деньги, которые он от тебя спрятал? То есть у него есть, смотри, машина 10 миллион тұрады деп айтайық. Сонда ол 10 миллион қақнады. И чаще всего, что мне дарит общий опрос емес, маған дарит жылында, менің подушкам бар ғой, күйеуі сөйтіп алды да, сөйтті да, шықты да, сторисқа бірақ айтты, күйеуім подарит етті деп айтты деген сияқты. То есть там очень много двойного дна. Не оценивайте себя по подаркам. Это вообще не об этом. Ладно, даже если так ол аспект алып тастағанның өзінде в себе копаться, это же тоже ненормально. Каждый раз в себе видеть недостаток. То есть, говорю же, вот я вот пришла на этот прям с таким уже уверенным этим, это уже как бы работа, которая началась как бы год назад, полгода назад, которая... И я это вот нашла, и я понимаю то, что, в принципе, проблема не во мне. Ожидания от отношений қандай сенде? Я хочу нормальных отношениях, где можно открыто говорить о своих чувствах, можно говорить о своих проблемах, и при этом решать На каком свидании? Как? Вот мы, сен жігітпен сөйлесіп бастадың. Ну, это же не сразу на первом свидании обсуждать. Хорошо, енді они же у тебя через месяц отваливаются. Да. Они через месяц у тебя отваливаются, правильно? Да. Неге? Вопрос... Вот, енді, о чем? Как вы разговаривали? О чем разговаривали? Вот он начинает говорить о том, что, ну, первый пример, да, то, что вот ты меня сильно душишь с тем, что ты требуешь много внимания. Хотя я как бы человек, который тоже, как и он, работает, в принципе, просто как бы общение в том, что вот вечером там прогуляться, да, увидеться, окей, там неделю-два раза. Он-то прям вот так сказал, типа, неделю-два раза видимся, когда я буду отдыхать. И в те дни будем только видеться. Я говорю, а в другие дни что? Типа, это не резон, говорю, приехать. Говорю. Значит, это его максимум. Вы не подходите, вопрос не в тебе. И сен сразу алдың да, мен жаманмын деп ойладым. Да, и я почему-то каждый раз копать. Это его максимум, болды. Это все максимум, который он может давать в отношении. Болды. И он тебе честно вопрос это не говорит. в тебе. Ну, я это принять не могу. Почему-то я говорю то, что вот так получается из-за того... Меня, наверное, не понимаешь, да? Нет. Нет, мен айтып жатырмын саған, вопрос не в тебе. Ну, у меня почему-то в голове так как бы фундаментально осталось. Сен бір жұмыс істейсің бе? Я? Все мне говорят то, что я слишком свободна. Хотя я работаю. Я тебя не знаю в жизни, но я точно сказала, как твои друзья, да? Қолың бос сен. Нет, я не понимаю. Понимаешь? Я согласна, да. Я хожу там, допустим, на танцы, я всегда чем-то занимаюсь. Да. Я не знаю. Билем жүріп ше, маған неге жазбай жатсың? Нет, не совсем. Саған екі-үш жігіт керек, о, параллельно. И теперь... Аптасына екі рет кездесетін немесе график. Ана қызбен кездесші, көрісетін жаңағы. Да.
Сен энергияң көп қой, просто прими это и все. Очень энергичный человек. Даже если принимать энергию, да, в себе. Но ты хочешь быть тихоней. Сен басында бүйтіп күшті сөйлеп жаттың ғой. Еще басында мен психологқа барып келгенмін деп уже. Мен негізі. Ты вот хочешь вот превратиться в другого человека, в спокойного человека. И я не знаю, почему эти границы во мне есть, и я их как бы не могу разрушить. То есть как будто бы, если разрушу, это буду не я, а будет как будто уже другой человек. Қандай мәселе ғой? Бізде андай ғой, айтады да, қыз деген, ол деген, она должна быть тихая, кроткая, скромная. Сен қатты айғайлап күлмеу керек. Почему все мои рилсы, где я вот өліп күліп атамын ғой, она очень сильно людей раздражает. Людям не нравится, как я смеюсь. Айғайлап бармын, мынаның күлкісі. Айбай, қасында, оң қасында перизат жақсы. Шашы қысқа болса да. Шашы қысқа болса да, сондай өзі биязы. Перизат жақсы. Мен отырмын, деп мында деп, келінжай шай қойып жүр. Понимаете, да, вот ожидания от девушек, чтобы мы были такие скромные, тихие такие, да, но мы в жизни не все такие. Смысла нету себя переделывать. Вот ты супер энергичная, сол энергияны, вот, допустим, мен де сондай адаммын да, что я сделала? Я не стала притворяться. Я это все увела в бизнес. Ты можешь параллельно заниматься несколькими проектами и зарабатывать на этом миллионы. Почему бы из своей энергии не делать деньги? Согласна. Андай тығылып бірінде жоқ, мен негізі сонда, бірақ не қашы, неге екі рет кездесеміз? Я хочу 5 рет. Ана өзіне шаблон шығарып қойғанда, бүйтіп шаблон, и симай жатырсың да. Очень много энергии, им надо делиться. И не обязательно с мужчиной делиться. В творчество, в свои проекты, амбициозные цели ставь. Қорықпа, энергияң жетеді сенің. Ендігі сұрақ сонда, мен де қорқамын, тұрмысқа шықпай қалам ба? Каждый раз. Ой, бой! Бір әулетті бүйтіп отыратын, жеңгені болды ғой ше? Бүкіл келінеп бүйтіп айда отыратын ба? Примерно. Мен мамам солай қорқат айтады, бауырларым бар, 2 бауыр айтады. Сен ана екеуіне келініне тыныштық бермейсің ғой дейді да. Чтобы такого не было, я же говорю, займись бизнесом. Да, больше у меня теперь страха поднимается с тем, что у меня каждый парень как будто бы проект, и он как бы каждый раз провал, и я думаю, типа, да ну нафиг, типа, шықпай қойшы. Сен энергияң шашытасың да? Сен ана вниманиаңды ауыстыршы жігіттерден, пожалуйста, кішкене. Не надо из мужиков делать проектов, не надо. Деньги делай. Самый лучший ресурс. И жігіттер саған өздері келеді. Сосын шаршап үйге келген кезде жаңа аптасына 2 рет кездесетін жігіт саған идеальный болады. Сен еще айтасың, давай 1 рет кездесейік деп айтасың. Түсінді ма? Энергию надо перенаправить, отстань от парней. Жоқ, сосын жігіттер бар ғой мына жерде, иә? Сендер жақсы көретін қыздарыңмен 2 рет кездесу это нормально, да? Аптасына. Мына жерде жаңа жігіт микрофон сұраған соны сұрақшы. Ал. Сәлеметсіздер ме, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Сіздерді көре мен қуаныштымын. Мен жаңағы тамада сияқты. Мен есімім Ерболат, Шығыстың азаматымын. Жасым 25-те, 2,5 диплом бар. Қазір неге жарым екен айтып 2 гос диплом бар. Біріншісі инженер, техникалық университетте оқығанмын Өскемен қаласында, және де журналистика мамандығын бітіргенмін. Кәдімгі диплом бар. Бірақ журналистика мамандығын оқысам да, универде енді диплом алдым деген болмаса, конкретно сұхбат жазу, сөйлеу, жүріс-тұрыс, тағысын тағылардың барлығын курстан оқып алдым, шынымды айтсам. 4 айлық, 3 айлық, 2 айлық деген сияқты. Енді бұны бір күржік ретінде айтып қояйын бұл жерде. Жаңағы 2,5 диплом деп неге айтып тұрмын? Себебі мен өзіме ең бірінші көмек керек болғандықтан психологқа бардым. Қазақстандағы ең мықты өзім үшін әрине. Бірақ өте мықты психолог, ол кісі жақсы психологқа бұл үшін бардым. Өзіме керек болды, өзіме көмектесу мақсатында бардым. Сосын психологқа барып жүріп, ол кісінің өзім жаңағы психолог практик деген курсы болды, соны оқыдым. 4 айлық курсын оқыдым. Психолог практик деген. Ол жерде мен ең басында айттым, мен ол кісіге, мен құрсам психолог болып жарытпай қойын, өзіме көмектессем болды, сіздің терапияларыңызды алсам болды деп сондай мақсатта бардым. Бірақ ол жерде мамандар даярлап шығады ол кісі, сосын мен де оқып, не істеп, жұмыс істеп, практика жасап көрдік, бір-бірімізге де практика жасап, әріптестермен дегенде, кәдімгі әріптес деп. Болды, яшыл айта бер. Көрдік, иә. Сосын менің қолымнан келді. Және де біздің топта психологиямен айналысып жүрген, психологиялық дипломы бар, шетелде тұратын ханым болды. Сол кісімен практика жасап көрген кезде, ол кісі маған айтады, мен кәдімгідей бір
өзімнің психологымнан терең терапия алған сияқты болдым. Сіз маған солай көмектестіңіз дейді да маған. Мен даны нафиг деп кәдімгідей. Сондай болып қалды да. База жоқ еді. Екі тағы да бір психолог маған сөйтіп айтты тура. Ол жұмыс істеп жүр бұрыннан бері, ханым тоже апай. Ол да маған сөйтіп айтты. Мен кәдімгідей мынау 1,5 сағаттың ішінде кәдімгі бір мықты маманмен терапияда болған сияқты болдым. Сіз маған соған жеткізе алдыңыз деп ше. Мен сол екі ханның жаңағы маған айтқан кері байланыстары мені әрмен қарай клиенттермен жұмыс істеуге әкелді. Енді менде осындай бір не бар. Әлі күнге дейін мен негізі клиенттермен қалып жұмыс істеп жүрмін, жеке сеанстар өткізіп. Бірақ маған бір қоғамда осындай бір сөздер келеді да айналамнан. Бірақ мен оларды қалдырып жүрмін, в принципе, жұмыс істеп жүрмін все таки. Но кішкене кей кезде саған бір сөзді мысалы 3 адам айтса, ол саған әсер етпейді, маған мысалы лично. Ал бір сөзді 30 адам айтса, ол маған сәл болса да әсер етеді. Мен реально осы сұрақтың жауабын сіздерден білгім келіп тұр қазір. Сіздер үшін қалай ойлайсыздар? Именно психология саласы бойынша. Адам сондай курстарды оқып, мен енді ол бір ғана курста оқыған жоқпын, одан кейін де мықты психологтардың курстарын оқыдым тағы да. 1 ай, 2 ай деген сияқты, 4 ай дегендей. Әлі де оқып жүрмін. Қазір де курстарды аламын, психология бағыты бойынша именно өз салам бойынша. Дипломы жоқ психолог клиенттермен жұмыс істеу керек па? Немесе диплом міндетті түрде олар болу керек па? Яғни заңды түрде бекітілу керек па? Ол адаммен жұмыс істеуге қаншалықты әсер етеді деп ойлайсыздар? Немесе ол менің жаңағы 30 адамның да сөзін елемеуім керек па? То же самое. 3 адам сияқты қабылдауым керек па? Әлде тоқтау керек па? Қалай ойлайсыздар? Сұрақ қойшы. Сіз андай позитивный отзывтарды алып жатсыз ғой. Негативный отзывтарыңыз қандай болды? Клиенттермен негативный отзыв, құдайға шүкір, алып көрген жоқпын. Это и есть ошибка выжившего. Это называется ошибка выжившего. Теория оқып көрдіңіз тоже, да? То есть қанша сессия сағатпен жинадыңыз осы уақытқа дейін? Вы считаете, часы записываете? Бір клиентпен ба? Жоқ, опыт сессии, который вы провели за все это время. Неше сағаттық сессия жүргіздіңіз осы уақытқа дейін? 3 сағатқа созылған ең ұзақ сессиям. Жоқ. Бәрін қосқан кезде психологияда негізі сағатпен есептеледі тәжірибе. Менің өзімнің алған білімімді айтасыз ба? Жоқ. Мен жүргізген, иә? Сессиялар. Иә. Мысалы, сізге 30 адам келді да, 30 адамға сіз қанша, білмеймін, неше адаммен неше сағат сессия жүргіздіңіз? Негізі сессияның ұзақтығы 1,5 сағат деп айтылады, бірақ та ең ұзақ екен сол 3 сағатқа дейін созылған сессия. 3 сағат негізі ненормально. 1 сағатқа дейін сіз негізі 50 минутта вообще академический. Менің ең алғашқы өзімнің алған сессиям тоже 3,5 сағатқа созылған болатын. Это неправильно. Негізі бар ғой, академический білім аласыз ғой. Потому что қазіргі международные требования ол басқа. Есть ограничения по сессиям. Есть определенные. Возможно, то, что вы называете психотерапией, возможно, то, что это просто какая-то стратегическая сессия, какие-то вот, может, коучинг-шар, но именно психотерапия, оның өзінің нормативтері болады. Особенно по времени. Жоқ, мысалы болады, психотерапевтке бару керек, адамдар келеді алдыңа, ол кезде сен оны көресің, бірақ онымен жұмыс істемейсің, психотерапевтке жібересің. Это басқа. Сіз өзіңіз супервизия өтпейсіз официальный, да? Жоқ, өтемін, әрине өтемін. Супервизия, интервизия барлығын өтемін. Кәдімгідей бәрін өтесіз, да, но при этом сізде диплом жоқ. Айна 4 рет, иә. Академический білім оқу керек сізге. Просто проблема шығуы мүмкін, ертең біреуге бір дұрыс нәрсе жасамай қалсаң, сені спокойно сотқа бере алады. Это ошибка выжившего. Яғни сіз қазір, может, клиенттеріңіз онша көп емес шығар, и именно қазір өзіңіз ғана білетін бір опыт аз ғой. Білетін клиенттермен жұмыс істейсіз, да, но опытный специалист, он видит человека иногда полностью. Сіз көрмей қалуыңыз мүмкін из-за того, что вам опыта не хватает и академического знания не хватает. Допустим, человек с определенными расстройствами келді, сізбен сессия өтеді, вы это не заметили. Это может произойти и с профессиональным психологом. Бірақ сондай конфликтный ситуацияға келген кезде вам будет защищаться нечем. Жопку крыть нечем, понимаете? Бұл бірінші кезекте өзіңізге керек. Академический білім керек, оқу керек. Вот. И практику нужно проходить у клинических психологов. Именно клинические психологи – это врачи, которые переквалифицировались, дальше доучили психологию. Сосын клиникалық жағдайда, особенно наркология, психбольница деген сияқты сондай сложныйлармен жұмыс істеген мамандардың да солармен де жұмыс істеп көру керек, олардың опытын көру керек. То есть академический білім – это очень серьезно. Я в психологию не пошла. Маған бәрі психолог, мен психолог емеспін. Я в психологию не пошла, и я в этом не сильная. И сосын психологтың мамандығын оқу, ол кәдімгі врач сияқты. Да, врач адамның тәнімен жұмыс істесе, ол жанымен жұмыс істейді, и там очень сложно все. Просто поговорила классно, от души, күшті сессия өтті 3 сағат деген нәрсе, это не результат. Результат не нәрсе болады. Поэтапно адам, психолог адамды самостоятельно өмірге шығара алу керек, өзі ары қарай. То есть это ненормально, когда ты не можешь когда клиент не может принять решение без психолога. Это ненормально.
А очень часто психологқа клиенттерін сөйтіп байлайды. Это тоже, знаете, подкорка своего эго. Өзіңнің эгоңды тойдырасың, да? Ондай психологтар өте көп. В этом плане надо прокачиваться, и я вам рекомендую для вашей же безопасности выучить все-таки академический дұрыс оқығанды, прям рекомендую вам. Мен аллергологпын, күйеуім кардиолог. Дегенмен көп адам аллергия дегенді көп түсінбейді. Жаңағы денесі қышса саған барады деген 4 майз бар, сол 4 майзды алмастырып сен емдейсің деген бір стереотип бар көп адамда. И мен балам туылды. Балам туылғаннан кейін ол аллергик болып туылды. Яғни прикорм бастағанда аллергия болып бастады. И көп туысқандардың сөзі, сен дәрігер болып, соны емдей алмайсың, сенің балаңда осындай жаңағы, ауырып жатыр деген сияқты сөздер келді. Негізі мен өзім блог жүргізем, аллерголог ретінде көп постар, рилстар түсірем. И қазір байқасам, как будто мен оны білем, то, что баланы ауырған это норма. Но қазір қарасам, мен уже архивировать етіп бастаймын посттарымды, бұрынғы сотрудничестволарыма стоп беремін. И как будто ол на подсознательном уровне. Вот сол жақтағы профессиональный, может, түсіп қалған шығар, как бы. Маған осындай неде, вот то, что вы говорите, да, өз жұмысыңда сенімсіздік пайда болады ғой. Сондай кезде мен не істеймін, мен еще больше оқимын. Вот мысалы да, вот сізде специализация аллерголог, да, сізде есть разные курсы, международные курсы есть, медицинские курсы, что-то брать. Мысалы, бесплатных курсов очень много. Әртүрлі университеттер, шетелдік университеттер, сондай курстарды бесплатно размещают на своих сайтах. Вот былтыр, по-моему, Стэнфорд бүкіл үй бойынша курстарын бесплатно қойды. Стэнфорд, да, мысалы, ағылшын тілін білсеңіз. Курсерада өте көп бесплатный курстар бар. То есть, когда ты в профессиональной части, кто-то тебя хейтит, саған обратную связь берген кезде, бұл жерде, это вопрос не самооценки, это вопрос профессиональной части. Ол жерде надо идти доучиваться. И сен білген сайын, оқыған сайын, жаңа нормативтерді, жаңа стандарттарды білген сайын, сен білімің шынығады. Понимаете? Здесь надо доучиваться. Это профессиональная ответственность каждого специалиста. Да, сіз аллерголог ретінде, это не значит, что сіздің балаңыз без аллергии туылу керек. Это не от этого, ол иммунитетке байланысты ғой. Да, а иммунитет, ата-анадан беріледі, в целом экология, много чего, разные факторы влияют, да. Но это же не значит, что я плохой аллерголог, потому что у меня родился ребенок с аллергией. Это же вопрос вообще не в этом. И как раз осы теманың өзін контент қылып шығару керек. Мен өзім аллергологпын, бірақ менің балам аллергиядан страдает. Да, и как раз на эту тему, да, то есть, чтобы объяснять людям, что это не фактор, мысалы, кардиологтың не жүрегі ауырмай ма не? Или гинекологқа бармай ма? Айдамен қарайды. Сөйтіп ойлайды ғой. Понимаете? То есть, бұндай в профессиональной части обязательно надо квалификацию повышать. Учиться. Бесплатных профессиональных курсов на классных ресурсах его много. Курсера бар, әртүрлі университеттердің курстары бар, бесплатного контента много. Но нужно смотреть, қай жақтан қараватсың. Не просто, который классно, круто говорит, а вот именно врачи. Иногда ең күшті пайдалы контент – это скучный контент. Ютубқа 1,5-ға 2-ге қойып қоясың да тыңдайсың өзіңді қинап ше, но зато это там столько знаний. И обычно такие классные видео где-то 200-300 просмотров собирают. В предыдущих подкастах вы говорили, что у вас есть разное общество и то, как вы их любите и обожаете. Я глубоко убеждена, что такое общество, разное общество, влияет на самооценку и расширяет горизонты. Теперь вопрос. Как сформировать и найти такое разное общество? Качественное общество? Действительно, мен өзімнің ортамды бір жерге жинасам, ана бір-біріне сорпасы қосылмайтын адамдар ғой. Абсолютно. Но я со всеми общаюсь. Бұл жерде это готовность к экспериментам, быть открытым. У нас осуждение, оно в голове. Мысалы, менде бір вечерде, абсолютно, мысалы, таңертең завтракқа неге достарым. Вот как у меня в прошлом году, позапрошлом году, когда я день рождения справляла, я решила всех своих подруг собрать в одно заведение. Короче, вот вам меню, стол жасамаймын сендерге. Потому что ана жерде бар, ет жемейтін веганым бар еще, ол жерде. Сосын, мына жерде кошерный, мынау халяльный, мынау бірдеңе, бәріне меню, өздеріңе удобный алып алыңдар. Я не знаю, вот для вас специально стол не могу накрывать, әрқайсысы өзің жейтін нәрсені алыңдар, все это оплачивается. Все. И мы уделяем время на то, чтобы как мы можем интересно о чем-то поговорить.
Мысалы, көбісі бізде, кстати, у нас будет, я думаю, тема про токсичных подруг и друзей. Не то, что подруг, да, и друзей тоже. Біз көбіне достықты дұрыс біз достарымызды эксплуатация жасаймыз. Да, мы любим досымыздың жаңағыдай иығына отырып алуға, пользоваться людьми. Мы думаем, что дружба это некая вот симбиоз, жабысып қалған деген сияқты. Нет, достықта егер шекара болмаса, да, сенің қызығушылығың, сенің позицияң бар, мен соны құрметтеймін деген нәрсе болмаса, сенімен адамдар дос болмайды. И сен однотипный адамдармен дос боласың. Разный болу үшін ты должна научиться уважать все мнения. Почему? Потому что есть моя позиция на жизнь, есть у них позиция. Олар біз определенно әртүрлі қызықты проектлер, идеялар бойынша можем взаимодействовать, но не обязательно же делиться личной жизнью. Правильно ли вообще в дружбе делиться личной жизнью? Как вы думаете? Нет. Сендер байқамайсыңдар, өте көп жерде подругаларыңды психолог қылып аласыңдар. Достар, почему, да, мужчины, да, собутыльники. Бір-бірімен ішкен кезде сендер жаңағы, вы же тоже как бы друг друга, там, не знаю, когда вы собираетесь, вы эксплуатируете друг друга. Эмоционально эксплуатируете. Там не только психолог болады, бәрі гинеколог болады, педиатр болады. Вот реально айтамын саған. Я считаю, что это паразитское отношение к человеку. Доспын дейсің да, бірақ жаңағыдай ше, сен эмоционально выжимаешь человека. Все, то есть границаны білмегенде достықта да граница болмай қалады. Я за счет, почему я говорю, что мен ортам әртүрлі бәрімен араласа беріп, мне окей. Потому что вот, держать границу. Со всеми все окей. А чтобы было со всеми все окей, надо, чтобы у тебя в голове было с тобой все окей. Понимаешь? Не осуждать людей. Да. Өзіңе подгонять етуге емес, андай. Мен ұсатуға тырыспау. Мен сразу, егер менің ортамда сондай адам пайда болатын болса, мені жөндегісі келетін адам пайда болатын болса, мен сразу сызам. Нет, не надо. Осы жасқа дейін мен күшті өмір сүріп келдім, сенің ақылыңсыз ақ. Давай дальше общаться, только не надо лезть в мою личную жизнь. Не надо маған андай әңгіме айтпа, саған бүйту керек, анау, не надо. А как найти, вот вы можете, например, условно пример? Разные проекты, разные интересы в жизни. Спорт, айтады, марафонға барып, почему там жүгіретін болып қалдым марафон, да, понимаешь? И начинаешь вот так вот общаться, еще где-то общаться. То есть қызығушылық арқылы сол барған жерінде адамдармен танысасың ғой. Кино саласында. У меня огромное вот окружение в сфере кино. Огромное окружение в сфере тех, кто книги пишет, да, книжный бизнесте. Әр менің проектімде өзімнің орталарым, достарым бар. Да, разносторонний вот не барған жерде танысып жүру ғой. Вот. Еще вы же сказали, правильно ли делиться личной жизнью с подругой. Мне кажется, если это правильный человек, это хорошо, то есть это может быть полезным, потому что человек может дать оценку как третий человек. Бывает же, когда ты заходишь в тупик, твои эмоции берут вверх, ты не знаешь, как поступить, ты советуешься с человеком, и он как третье лицо смотрит на это все, может дать советы или обсудить. Может быть, это не 5 человек. Ну да. Может быть, но это не всегда лучше к психологу. Третий человек должен быть психолог. Рахмет. Так, бүгін самооценка тақырыбын қалай, нормально ма? Аз болып қалдық па? Аз болып қалды, иә. Аз болып қалды. Жоқ, мен кейде ойлаймын бар, бізге тақырып қояйын десеңші, біз кейде бір тақырып өте ауқымды да, как будто әр тақырыпқа 5 программа керек сияқты. Өзекті тақырыптарды қозғауға тырысамыз, біз сіздердің бүкіл комментарийларыңызды оқимыз, қарғап атсаңыздар да, боқтап атсаңыздар да. Бірақ біздің самооценкамызға олар әсер етпейді. Түсіндіңдер ма? Біз бәрібір айнаға қараймыз да. Аффирмация айтамыз. Да, кете береміз. Жолдастар, YouTube-қа жазыламыз. Мына жерде кнопка бар. Мына жерде кнопка бар, басамыз. И мынандай қоңыраушады тоже басамыз. Да. Сол, келесі кездескенше!